Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Сәуле Әлиева. Бүгін сіздермен Рафаэлло тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл торт Рафаэлло шоколадтарынан әлде қайда дәмді, балмұздақ секілді аузыңызда ериді. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде әзірлеп көруге кеңес беремін. Ең алдымен құрғақ таза ыдысқа жұмыртқамызды салып миксерлейміз. Кішкене көпіргеннен кейін қант қосатын боламыз. Қантты екіге бөліп қосамыз. Егер сізде ручной миксер болса, ал егер сізде сапалы жақсы миксер болса, барлығын бірден қоса берсеңіз болады. Осылай аппақ болып көпіргеннен кейін ұнға қопсытқышты араластырып, ұнымызды да екіге немесе үшке бөліп қосамыз. Тағы да айтамын, егер сізде ручной миксер болса, сапалы миксерге барлығын бірден қоса берсеңіз болады. Мінекей мен екіге бөліп араластырып жатырмын. Алғашқы бөлігі кетті. Барлығы араласқаннан кейін ұнымның қалған бөлігін қосамын. Оны да жақсылап миксерлеймін. Ешқандай комодик, ештеңе болмауы қажет. Барлығын жақсылап араластырыңыз. Дайын болған қамырымызды дөңгелек формаға орналастырып, қызып тұрған пеште пісіреміз. Пештің бетін 40 минутқа дейін ашпаңыз. Себебі бисквиттарымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Бисквиттарымыз дайын болғанша кремін әзірлейтін боламыз. Аппақ шоколадтарды ең алдымен ерітіп аламыз. Тоңазытқышта тұрған салқын сливкемізді құрғақ таза ыдысқа салып миксерлейміз. Ыдысымыз құрғақ және таза болуы тиіс. Әйтпесе креміміз ойдағыдай болмауы мүмкін. Кішкене қоюласқаннан кейін қант ұнтағын қосамыз. Барлығын енді жақсылап миксерлейтін боламыз. Біздің креміміз қоюласты. Дәл осы кезде мен творожный сыр қосамын. Маскарпоне қоссаңыз да болады өз қалауыңыз бойынша, және ерітілген аппақ шоколадтарымызды да қосамыз. Достар, және видеоға түспей қалған кокос шаңқалары бар, оны да кремге міндетті түрде қосатын боламыз. Барлығын жақсылап миксерлейміз. Креміміз қою болуы қажет. Сіз лопаткамен осылай ұстаған кезде, осылай алған кезде ағып кетпеуі қажет. Мінекей достар, біздің бисквиттарымыз дайын болды. Мен оны суытып алдым. Бисквит міндетті түрде тұрып суы қажет. Мен кішкене духовкада көбірек ұстап қойдым, бірақ оның дәміне ешқандай әсері болған жоқ. Керісінше дәмді болды. Осылай бисквиттарымызды үшке бөлеміз. Ал енді тортымызды жинаймыз. Ең алдымен корждың үстіне сүт құйып шығамыз. Ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Егер сізге влажный ұнаса, сіз көбірек қосыңыз. Құрғақ ұнаса, аз қосыңыз. Оның үстіне кремдерімізді орналастырамыз. Және егер миндаль болса, оны ұсақтап үстіне сепсеңіз болады. Мен осылай сеуіп шықтым. Оның үстіне қайтадан корждарымызды орналастырып, дәл осы жаңағы істеген ісімізді қайталайтын боламыз. Яғни сүтімізді құямыз, оның үстіне кремімізді жағамыз, және миндаль жаңғақшаларын сеуіп шығатын боламыз. Ең соңғы коржымызды орналастырып, оның бетіне мен сүт құйған жоқпын, сразу крем жағып кеттім. Тортымыздың барлық жерін креммен қаптаймыз, яғни барлық жеріне крем жағып шығатын боламыз, бір тегіс етіп. Ал енді әсемдеуге кірісейік. Ең алдымен кокос жаңғақшаларын алып, тортымыздың барлық жеріне сеуіп шығамыз. Және мен Рафаэлло шоколадын орналастырып шықтым. Осылай ортасын екіге бөліп те қойдым. Өте әдемі көрінеді. Өзіңіз қалауыңыз бойынша жасайсыз, өзіңіз қалағаныңызша әсемдейсіз. Жеміс-жидекпен әсемдесеңіз де болады. Және кішкене басқаша өң беру үшін мен осылай анарды сеуіп шықтым, достар. Мінекей достар, менің тортым өте әдемі болып шықты. Енді тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қоятын боламыз. Дәмі өте дәмді, балмұздақ сияқты жұмсақ, өте нежный. Мен даже кесіп үлгерген жоқпын, үйдегілер жеп қойып уже жартысын. Мен жолдасыма өте қатты ұнады. Көпе-пай пісіре берме, осы тортты да пісірші деп өтініш жасады. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Каналға тіркеліп, осы видеоның астына лайк және комментарий жазуды ұмытпаңыз.